Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздермен бірге лайксіз жобасы. Бүгін мен сіздерге 1 минутта қазіргі таңдағы трендтегі деп айтсақ болады. Яғни сіз кез келген сайысқа барғанда, немесе ашық сабақ өткен кезде презентацияңызды электронды түрде, яғни электронды цифрлық кітапша түрінде ұсынғыңыз келсе, осы платформаны пайдалансаңыз болады. Бұл платформаның атауы Heyzen Flipbook деп аталады. Яғни бұл сайт тегін түрде жұмыс жасайды. Сіз кез келген дайын PowerPoint бағдарламасында, PDF, Word бағдарламасында жасалған кез келген құжатыңызды электрондық цифрлық кітапша етіп жасай аласыз. Ол үшін heyzen.com деп аталатын сайтқа кіресіздер. Ешқандай тіркеліп, ешқандай жұмыстар жасаудың қажеті жоқ. Мына жерде загрузить деген жерге барып, сіздер өздеріңіздің мысалға кез келген құжаттарыңызды жүктейсіздер. Мен PowerPoint бағдарламасында жасалған презентацияны жүктедім. Яғни бұл жүктеліп жатыр. Жүктелгеннен кейін қазір бізге дайын түрде электрондық цифрлық кітапша етіп жасап береді. Ол қандай түрде болады деген сұрақтар пайда болатын болса, мына жерде предварительный просмотр деген бар. Осы түрде сіз ұсынасыз. Яғни сіз сайысқа қатысқан кезде мысалға өзіңіздің портфолиоңызды осылай көрсетсеңіз болады, немесе әртүрлі мақсатта. Қазіргі таңда қарапайым презентациялар қызықты көрінбейді, сондықтан сіз ерекше етіп жасағыңыз келсе болады. Мысалға қазіргі таңда ұстаздардың барлығы қолданып жатқан комиксті сіз PowerPoint бағдарламасында мысалға жасап, осы цифрлық кітапша арқылы көрсетсеңіз болады. Әртүрлі мақсатта, яғни сіздер пайдалана аласыздар. Яғни осылай загрузка жүріп жатады. Толығымен загрузка жүргізілгеннен кейін сіздерде жүктеп алуға мүмкіндік пайда болады. Енді сіз өзіңіз мысалға бір документті жасап болғаннан кейін келесі документті жасау керек болатын болса, онда тіркелу жұмыстарын жүргізіп қойсаңыз болады. Тіркелу жұмыстары да өте қарапайым жүргізіледі. Өзіңіздің қажетіңізге қарай жасап ала бересіздер. Heyzen.com деп аталатын сайт, өте керемет сайт. Жұмыс жасап көріңіздер. Өздеріңіздің жұмыстарыңызды түрлендіріп, қызықты етіп көрсетудің бірден бір құралы болып есептелінеді. Толық жүктеліп болғаннан кейін сіздерде осындай терезе пайда болады. Сосын сіздерде уже бізде мынандай кітапшамыз дайын болады. Көріп тұрсыздар ғой, өздеріңіз электрондық кітапша ретінде осылай бізде кәдімгі автоматты түрде пайда болды. Енді загрузить батырмасын басып, келесі жұмысыңызды жасай берсеңіз болады. Енді бұл дайын болған кітапшаны сақтап алсаңыз болады, немесе жерден таңдасаңыз болады. Қандай түрде ашылса сізге? Журнал ретінде ма, кітапша ретінде ма, блокнот ретінде ма, өзіңіздің қалауыңызша, яғни сіз жасап ала бересіздер. Бізде дайын болды. Өте керемет түрде шығады, осылай жасап көріңіздер. Өте қажетті, ерекше түрде жұмыстарыңызды ұсынатын керемет жұмыс деп айтуға болады.